3 ақпан 2020 жылы cn.kz сайтында Қытай мен Қазақстан халықтары бір-біріне туыс, Джан Сяо қазақстандықтарды қауесетке сенбеуге шақырды атты жазбасы жарияланған болатын. Ауыт Мұқибек сол мақалаға қарата былай деп жауап берген. Джан Сяо, сізде ұят жоқ екен. Шыңжаңдағы этникалық қазақтарды наным сеніміне, Қазақстанға келіп кеткеніне бола, фашистік концлагерлерге қамап қинайсыздар, сотсыз жазалайсыздар. Бұл нағыз геноцид. Сіз соны жөнге салу былай тұрсын, отбасы бөлініп қалған қазақтармен бір мәрте кездесіп сөйлесуге жарамадыңыз. Өз мемлекетіңіздің заңын өзіңіз аяққа таптап, Қытайдан келіп, Қазақстан азаматтығын алған қазақтарды Қытай азаматтығынан шығармай, оларды қос азаматтыққа мәжбүрлейсіз. Қазақстан азаматтығын алған қазақтарды еліңізге барса ұстап алып қамайсыздар. Және келіп, ұялмай қызармай, екі мемлекеттің достығы туралы әңгіме айтасыз. Ал жер шарының арғы бетіндегі Америка Құрама Штатының мемлекеттік хатшысы Майк Помпеоның Қазақстанға 2 күнге келген ресми сапарында сол Қытайда фашистік қысымға ұшыраған этникалық қазақтардың Қазақстандағы туыстармен арнайы кездесіп, өтініштерін тыңдады. Міне, нағыз достық деп осын айтады. Сіз барып тұрған суайтсыз. Қазақтың батыр ұлдары әшкерелеген, бүкіл әлем мойындаған лагер шындығын мойындамай, ит қуған сиырша қашалағып, айдалаға қаша бересіз. Бұл еркектікке жатпайды. Екіншіден, сізде әдеп иба деген адамдық қасиеттен жұрдайсыз. Қазақстанда өтіп жатқан митингтерге қатысты айтқан сендердің естерің дұрыс па деген сөзіңіз есі дұрыс елшінің аузынан шығатын сөз емес. Джан Сяо мырза, сіздің қазақ топырағын басып жүруге титтейді моралдық хақыңыз және ұлы қазақ еліне келіп елшілік қызмет атқаруға кәсіби толымдылығыңыз жоқ. Басыңызды иіп, ұлы қазақ халқынан кешірім сұраңыз. Сосын табаныңызды жалтыратыңыз. Енді осы Ауыт Мұқибек сілтемесін берген сайттағы мақаланы оқиық. cn.kz сайты Қытай мен Қазақстан халықтары бір-біріне туыс Джан Сяо қазақстандықтарды қауесетке сенбеуге шақырды. Оның сөзіне қарағанда, қара ниетті елдер қазақстандықтарды үнемі жаңылыстырып отырады. Сөйтіп Қытай-Қазақ байланыстарын бұзуға күш салады. Қытай мен Қазақстан қарым-қатынастың стратегиялық әріптестіктен мәңгілік серіктестікке ұласқаны туралы айтқаны болатын. Алайда, қоғам арасында екі елдің байланысына қатысты туындайтын мәселе де аз емес. Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Джан Сяо екі мемлекеттің достығына қызғанышпен қарайтындар бар деп отыр, деп хабарлайды Спутник. Қытай мен Қазақстан қарым-қатынасы мызғымас екеніне бірнеше дәлел бар. Біріншіден, екі ел географиялық жағынан бір-біріне өте жақын, ғасырлар бойы сенімді әрі тату көрші болып келеді. Біз ұлы жібек жолы арқылы етене араласып, өзара тиімді әрі достық байланыстарды орната білдік. Осы қарым-қатынас ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Қытай мен Қазақстан халықтары тату көрші, әріптес, бір-біріне туыс. Құдайдың өзі осы тарихты және шындықты өзгерте алмайды, дейді Сяо. Елшінің айтуынша, екі елде шығыс өркениетіне тән отбасы құндылықтарын ерекше дәріптейді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет қағидасын ұстанады. Қытайда да, қазақта да эгоизмге жол бермейді. Жақынға қамқор бола біледі. Бұның бәрін мәдениеттің ұқсастығы. Ал мәдениет ол халықтың жаны, ішкі болмысы. Осы ұқсастықтың арқасында өзара сыйластық пен құрмет қалыптасады. Қытай үкіметі алғашқылардың бірі болып Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. Ал 1992 жылы 3 қаңтарда екі мемлекет елшілердің деңгейінде дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Содан бері Қытай көшбасшылары мен Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен Қытай мен Қазақстанның байланысы дамып келеді, деп атап көрсетті Сяо. Елші Қытай үкіметінің 1995 жылы қауіпсіздік кепілдігін беру туралы мәлімдемесінде еске алды. 3 жылдан кейін екі елдің шекара мәселесі толығымен шешілді. Ал 2002 жылдың желтоқсан айында Қытай мен Қазақстан достық, әріптестік пен көршілік туралы келісімді рәсімдеді. Осылайша екі жақты қарым-қатынастың негізі қаланды. 2005 жылы шілде айында Қытай мен Қазақстан стратегиялық әріптестікті бастайтынын мәлімдеді.
2011 жылы осы бастама жан-жақты стратегиялық әріптестікке ұласты. 2 жылдан кейін Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға сапар жасап, жібек жолы экономикалық белдеуін құру бастамасын жариялады. 2015 жылы екі тарап жан-жақты стратегиялық әріптестіктің жаңа кезеңіне аяқ басқанын мәлімдеді. Ал 2019 жылы қыркүйек айында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытайға жасаған сапары кезінде екі елдің басшылары мәңгілік стратегиялық әріптестіктің орнағанын жариялаған болатын. Мінекей, осының бәрі тарихи достықтың жалғасы ғана емес, ең жақын әрі ең мықты қарым-қатынастың көрінісі болса керек. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан мызғымас достық пен өзара тиімді әріптестіктің нәтижесі, деді Сяо. Елші бір жол бір белдеу бастамасын Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасымен үндестіру шараларына да баса назар аударды. Оның айтуынша, осы шаралар екі елдің дамуына жол ашады, ал халықтар бір-біріне жақындай түседі. Қазірдің өзінде бір жол бір белдеудің нәтижесі жоқ емес. Өткен жылы Қытай мен Қазақстанның тауар айналымы 20 миллиард доллардан асты. Бұл көрсеткіш дипломатиялық қарым-қатынастар орнағалы 50 есеге өсті. Қытайдың Қазақстанға салған инвестициясы 29,3 миллиард ақш долларын құрады. Ал мердігерлік бойынша инженерлік келісімдердің көлемі 32 миллиард долларға жетті. Қазақстанда 3000-нан астам қытайлық кәсіпорын тіркелді. Ұлы дала арқылы Қытай-Қазақ мұнай құбыры және Қытай-Орталық Азия газ құбыры өтеді. 55 инвестициялық жоба анықталды. Олардың жалпы сомасы 27,4 миллиард доллар. Соның ішінде мұнай өңдеу зауыты, Батыс Қытай, Батыс Еуропа көлік дәлізі, Нұр-Сұлтан қаласындағы айналма жол және фото электростанция бар. Суперкомпьютер орталығы сияқты жаңа жобаларда ұсынылып отыр. Сөз жоқ. Қытай-Қазақ қарым-қатынастары ортақ мүддені көздейді және стратегиялық әріптестікке негізделген. Оны ешкім бұза алмайды. Осы орайда аймақтан тыс кейбір мемлекеттердің Қытай-Қазақстан байланысының табысты дамығанын қаламайтынын айта кеткен жөн. Соның арғы жағында геосаяси менмендік және қызғаныш тұр. Ол мемлекеттер ардан безіп, қауесет таратады. Сан алуан жолдармен Қытайға жала жауып, қаралауға тырысады, дейді Сяо. Оның сөзіне қарағанда қара ниетті елдер қазақстандықтарды үнемі жаңылыстырып отырады. Сөйтіп, Қытай-Қазақ байланыстарын бұзуға күш салады. Олар Қытай-Қазақ қарым-қатынасы туралы жағымсыз пікір қалыптастыруға тырысады. Алайда, ойлай алатын адам шындық пен өтірікті бірдей айырады. Сондықтан Қытай-Қазақ қарым-қатынасын бұзамын дейтіндердің әрекеті бос әурешілік, деді Сяо. Еске сала кетсек, кеше ғана Қазақстанға ресми сапармен келген Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Майк Помпео қазақтарға Қытаймен тығыз сауда қарым-қатынасын жасау аса қауіпті нәрсе. Қытайдың боданы болып кетуі айдан анық. Одан гөрі Америка Құрама Штаттары компанияларымен жұмыс жасауы керек, деген еді.